Армысыздар, Қазақ Ньюс YouTube арнасының көрермендері. 22 наурыз қазақтың жаңа жылына да санаулы күндер қалды. Наурыз көженің қалай дайындалатынын сіздерге көрсету үшін Жариягүл апайдың үйіне қонаққа келдік. Ол кісі сіздерге наурыз көжені қалай жасалу керектігін бастан аяқ көрсетіп беретін болады. Кеттік. Қош келдіңіздер біздің шаңыраққа. Рахмет келгендеріңізге. Ал құрметті халайық, мінекей наурызымызда жылда күтетін наурызымыз келіп жетті. Оған бәріміз қуаныштымыз. Бүгінде күн жадырап, осы көктемнің келгенін бізге білдіртіп тұрғандай. Тамаша Нұрсұлтанда ауа райы өте жақсы болып тұр. Ал енді мен өзім таныстыратын болсам, осы Нұрсұлтан қаласындағы жаңадан ашылған нөмір 87-ші Абай Құнанбайұлы атындағы мектепте ұстаздық қызмет атқарамын. Ал енді наурыз көжені қалай пісіретінін айтып өтетін болсақ, мінекей бізде қазанда ет қайнап пісті. Бәрі дайын, ет пісті. Иә, алдын ала етті пісіріп қойдым. Енді бұл наурыз көжеге бұрыннан айтылып келе жатқандай, жеті дәм салынады дейді. Мынау көктемде бұрыннан айтылып келе жатады ғой. Мынау жуанның жіңішкерінің үзілетін жағы, анау соңғы қуат дегендей жаңағы қысқы соғымнан қалған қазымыз бар, жаңағы етіміз бар, сүр етіміз бар. Соның барлығын жаңағы қазанға салып, қайнатып, оның үстіне мысалға бұрынғы кезде енді айтады ғой, жаңағы үйде қандай дән бар, сол дәндерден салады. Неге дәнді салады? Себебі халқымыз тоқ болсын деген мағынаны білдіреді. Енді таныстыратын болсам, мінекей, мынау ақталған бидайымыз, мынау күрішіміз, ал мынау тартылған жүгері, мынау жарма арпасы, ал мұнда тары бар мінекей. Ал мынау ақ мол болсын деп, мынау құрт дейді, е? Бізде мынау оңтүстікте сүзбе деп айтады, ал енді бұл жақта құрт деп айтады екен. Көктемде мысалға тіршілік жаңадан басталып, өмір жаңадан басталады тіршілік иесілерінің бәріне. Сондықтан ақ мол болсын деп, жылдан жылға аман есен жете берейік деп, жаңағы халық тойынсын деп, осы ақты да салады екен. Ал енді біз салып бастай береміз. Алдымен мен салғым кеп тұр. Мынау жүгеріні салғым кеп тұр. Айтады ғой, ұлы соң болсын, ақ мол болсын, қайда барса жол болсын деп. Мінекей. Енді бұл жүгерімен жаңағы бидайымыз сәл не болғандықтан, бұлар біраз қайнаған соң барып, сосын күрішімізді саламыз. Біздің мынау арпа жармамыз пісіп дайын тұр. Себебі бұл өте көбірек қайнауды қажет ететін ас болғандықтан, бұны алдын ала пісіріп қойып қойдық. Енді андағы салған дәндер дайын болған кезде пісіп, осы арпаның жармасын салатын болымыз. Тары да тез піседі, сондықтан тарыны да кейінірек саламыз. Біздің мұнда көжеміз қайнап бастады, қайнап жатыр. Ол дайын болғанша, мен сіздерге мынау біздің тарының талқанынан жентті қалай жасайтынын көрсеткім кеп тұр. Ол үшін бізге мына тарының талқаны керек. Ұнтақталған, тартылған. Одан кейін оған май саламыз. Майды саламыз да. Сосын мынау қантты шетінен салып отырамыз. Дәмін сосын білеміз. Енді осыларды араластырамыз. Міне біздің жентіміз дайын болды. Енді бұны қазір тәрілкеге салып, дастарханға қоюға дайындаймыз. жент жасадық. Осылай
дастархан мәзірі. Бұл да біздің ұлттық тағамдардың бірі. Жаңағы тартылған талқан етін ол, ұнтақталған. Ал енді мынау ақталған тарының өзінен майсөк жасауға болады. Ол да біздің қазағымыздың бұрыннан келе жатқан жаңағы тоқ, азанда айтады ғой, әсіресе мына ораза кезінде майсөкпен аузын ашқан адам кешке дейін тоқ жүреді дейді. Мінекей, сондықтан осы майсөкті қалай жасауды көрсетіп жіберейін. Мінекей, ол үшін біз не істедік? Тарыны алдымен әбден жуып аламыз. Сосын жуып алған соң оны жаңағы қайнап тұрған ыстық суды үстіне құйып, біраз бұқтырып қоямыз. 6-7 минут болады, одан артық болмайды. Одан соң оны сүзіп аламыз да, сүзіп алған соң жайып қойып, оны таза матаға кептіріп аламыз. Құрғау керек. Құрғағаннан кейін барып аздап мынандай кәдімгі сары майдан салып, сары майды кішкентай өйткені кейін мыжылғанда ол толық араласу үшін кішкентайдан саламыз. Осыны бір салып көреміз. Сосын араластырып мұжыған соң, сосын дәміне қарап тағы да салуға болады. Сосын міне тағы да сол қантымызды да салып, бұны да шетінен салып отыру керек, өйткені дәмін. Бір нәрсені айтпай кетіппін, мынау тарға қайнаған суды құйып жатқан кезде кішкене ғана тұз салып қою керек екен. Айтады ғой, елдің көркі қыз болса, елдің көркін келтіретін қыз, астың дәмін келтіретін тұз дейді. Сондықтан біздің тұзымыз мынау майсөк жасағанда да кішкентай дәм беру үшін тұз салынады. Жаңағы бөктіріп қайнаған су құйып жатқан кезде. Ал енді араластырып бастаймыз. Міне біздің де майсөгіміз дайын болды. Бұл өте дәмді. Дастарханға. Бұны жаңағы маймен қантты дәл қонақ келердің алдында салу керек. Май мен қантты сол кезде араластыру керек. Сонда ол өзі бір өзгеше бір дәм беріп тұрады. Ал мінекей біздің бидайымызбен жаңағы жүгеріміз пісуге жақын қалды. Сондықтан енді мынау тез пісетін дәндерді саламыз. Мынау күрішіміз. Күрішіміз салдық. Енді тарымызды саламыз. Бізде қазақта айтады ғой, арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен деген сияқты. Мынау біздің осындай дәндеріміз бар кезде халқымыз тоқ болады деп ойлаймын. Міне біздің негізгі нелеріміз салынды. Ал енді жаңа арпаның жармасы пісіп тұрғандықтан оны көже дайын боларға бір 5-10 минут қалғанда салса да болады. Өйткені ол пісіп дайын тұр. Кішкене бетін жауып қоямын. Өзінің буымен піскен. Өте дәмді болады тамақ. Біздің мына көжеміз қайнап жатыр. Оған дейін біз мынау ет піскен ғой, қазы бар, жылқының еті, соны турап дайындап қоюымыз керек. Кейін көже дайын болған кезде сосын араластыра қоямыз. Енді қазір араластырамыз, дәмін көреміз. Қазым біздің наурыз көжеміз нағыз. Мінекей, мына көже нағыз жыл бойына тоқшылықтың, берекенің белгісі деп ойлаймын.
Әбдіманап балам, мынау біздің шаңырағымызға кеп қалған екенсіз, бір қонаққа де деген болады. Мен білем, сіздің бір өнеріңіздің бар екенін. Кәне? Иә, бір қонаққа десін жасап. Иә, мынау мерекеге қарсы. Иә. Сол жаңа сіздер кірген кезде мен байқап қалдым ғой домбыраның бар екенін. Иә, сіздердей өнерлі балалардың өнерлеріңіз өрге жүзе берсін. Рахмет. Ал, бір әні орындап берейін домбырада. Тамаша. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп жасап жатыр анық той. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Сәйгүліктің құйрық жалы таралған, сүйетұғын қазақ осы қараңдар. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып қыз қууға жаралған. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып қыз қууға жаралған. Қазақ осы айтатұғын желгесір, о ағайын халық емес ол кесір. Қазақ осы аңғал-саңғал жабусыз, қазақ осы ағыл тегіл көлгөсір. Қазақ осы аңғал-саңғал жабусыз, қазақ осы ағыл тегіл көлгөсір. Қазақ осы көргенінен танбайтын, той думансыз оты түзу жанбайтын. Қазақ осы алудай қалатын, ал беруден алдына жан салмайтын. Қазақ осы алудай қалатын, ал беруден алдына жан салмайтын. Ой, тамаша, бәрекелді Әбдіманап балам, қандай керемет, өнерің өрге жүзіп, істерің алға басып, халқың үшін қызмет ете бергенге не жетсін. Рахмет балам. Балам, Әбдіманап, мына көжеміз дайын болған сияқты. Енді дастарханға құюға әзірлейік. Сақпай, мен сізге көмектесейін. Жақсы онда, келе ғой. Ыдысты ұстап тұрасың ба? Маған что-то ыңғайлыс болып тұр. Мына жаққа келсең кетеді, мына жаққа. Иә, менің қолыма оң болсын. Жақындат. О, дәмі керемет сияқты. Қазымыз бар, етіміз бар, жаңағы жүгеріміз мінекей сары алтындай болып керемет бір түс беріп тұрған сияқты, е? Күшті. Керемет. Жақындат. Міне, бұның бетін жауып тұра тұрамыз енді. Керемет. Мында, бер қарай қойыңыз. Бұған айран араластырасыз ба? Иә, қазір мінекей мынау қатықтан құртпен қатықты дайындағанбыз. Қазір соны шетінен құямыз, өйткені енді қанша дегенмен бұл ашыған нәрсе ғой. Керемет. Қазір көктемде біздің қазақ даламызда ауыл жерде малдың төлдеп жатқан кезі, ақ көп, сүт дейсің ба, айран дейсің ба, қаймақ дейсің ба. Балам, менің бір есіме бір нәрсе түсіп тұр. Біз негізі оңтүстіктің адамдарымыз ғой. Ауылда тұрған кезде осы 21-22 күні ма, оңтүстікте күн жылы болады. Өзіміздің ауылдың ортасында бір алаңқай бар еді. Сол жерге кішкентай ғана ауыл ғой, сондықтан өзі біледі. Ал бүгін наурыз көже дайындаймыз дейді. Сонда жаңа әр үйдің келіні бола ма, әжесі бола ма, әйтеуір үйлеріндегі жаңағы дәмдерінен барлығы алып барады, ортаға салады. Сөйтетті үлкен екі тай қазан асылады. Ол жерде жігіттер отынын алып келеді, бәрін алып кеп беріп,
аналарына, келіншектеріне иә көмектеседі. Сосын жаңағын жиналып алып келіндер осылайша жаңағы қазанға от жағылып атады. Дәл осындай етіп жаңа наурыз көжені дайындайды ғой. Жаңа бір жағында шелпегі пісіп атады. Сосын жаңа балаларды жүгіртеді ауыл-ауылға. Иә. Ал енді ауылда үлкен аталарды, апалар шақырып келіңдер дейді. Сосын жаңағы кәдімгідей төсеп, көрпешелерін әкеледі. Ауыл деген керемет нәрсе ғой. Ауызбіршілігі бір жаңағы. Сөйтіп жаңағы піскен кезде ақсақалдар келеді. Жаңа Құран оқылады әрине ол жерде. Сөйтіп жаңағы бәрі сол наурыз көжеден дәмау істейіп, үлкен аталар батасын береді. Ол жерде жаңағы мектебіміз бар, мектептің жаңағы бүлдіршіндері, мұғалімдері өнер көрсетеді. Сөйтіп бір сол күні сол ауылда керемет бір наурызды қарсы алатын едік. Ал балам енді отырып наурыз көжеден астан дәм татайық. Ал көрермендер, көже пісті, мерекелік дастархан дайын. Ендеше апайымыздан бата сұраймыз. Балалар кәні қол жаямыз. Келген наурызымыз құтты болсын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, еліміз аман болсын, берекелі заман болсын. Аумин. Бүгін сіздермен наурыз көженің қалай жасалатынын бірге тамашаладық. Видео ұнаса лайк басып, бөлісе отырыңыздар және Қазақ News YouTube каналына жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.